қашқан жастар едің, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Бәрімізде жазылмаған дастан едің, армандастар, қордастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Қызылорда облысы Қазалы ауданының 1975 жылғы Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ орта мектебінің 10-шы А класының түлектері бүгін 50 жылдан кейінгі кездесу кеші. Ендеше ағайын 10-шы А класының қошеметпен құрметпен қарсы алайық. Құрметті 50 жылдық түлектер, мереке тағы да құтты болсын. Енді расымен де осыдан 50 жыл бұрын біріміз қимай қоштасқан болатынбыз. Енді міне бүгін 50 жылдан кейін сондай бір керемет сағынышпен кездесіп бас қосып жатырмыз. Ендеше ардақты ағайын, құрметті 50 жылдық түлектер, сол 50 жылға бұрынғы мектеп қабырғасынан шығып баратқанда бір соңғы школьный вальс билеп қояр мектептің қабырғасында. Ендеше соны бір еске алайық, ортада бір әдемі вальс осы сіздер үшін қабылдаңыздар. Жұптарыңызды билеп беріңіздер. Бір сәт еске алайық. Когда уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего пальца, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему сюда. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта школа.
Тамаша, елеусіңіз береке. Тілектер құтты болсын тағы да. Енді барлығымыз бір естелікке сөйткен солай болсын. Әдемі киімімізді, әдемі сәнімізді, әдемі келіңіздер. Аман болыңыздар, ғұмыр болыңыздар. Алла сіздерді 60 жылдық, 70 жылдық кездесуді Аллам нәсіп етсін. Енді бір әдемілеп барлығымыз түгел сөйлеген соғысында келіңіздер. Осы шағымызбен, барымызбен ортаға керемет келістер. Келіңіздер. Айнапа, келіңіздер, есенің сөзбен сөйтіп барымыз. Спасибо, что нам заурок. Бірден сөз амандастар болғанымыз olsun. Когда ждешь с надеждой ты небы, но жизнь она сводит и предмет, задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урока нет. Yeni oldu ama. Ayna babalı basmış. Stop. Al әдемілеп. Неге тұра берсіңдер, шармен әдемі ғой. Жоғардағылар ұстап тұра берсін, әдемі болып тұрма. Төмендегілер жаман болды, алдын жиналасаңыз. Көріп белатырсың. Абай, Нағима, Алдан Қанаға, Рамазан Гүлнар, Тұрсынкүл, Көркем Гүлшараттайымыздың Асқарда өкелімізбен Ақсабайлы аналарымыз нөмірі бірінші столға келіңіздер. Екінші столға Сақтаған Сыңда, Басқара, Бесқара, Кенжегүл, Шайменден, Құтты, Оян, Сыбасқан, Әбдіған, Әбдіғани, Рамайгүл, Пердегүл, Дастархан басына, екінші дастархан басына жайғасыңыздар ортаға. Үшінші столғыстар Шарафадин Исада, Ореке, Алемгүл, Алина, Гүлзада, Қанымша, Абдуалиева, Фатимаға үшінші дастархан басына жайғасыңыздар. Той көрген орын алыңыздар.
бүгінгі біздің 50 жылдық тілектер. Қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Қадамына мән берген, адамына әр берген, қасиеті бойынан, адалдығы ойынан, бүгінгі тойымыздың төрінде ақ тілегін арнап, алыстан аңдап, бүгінгі 50 жылдық мерекеге ақ тілегін арнап келген құрметті 1975 жылғы Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ орта мектебінің 10-шы А класының түлектері бүгінгі мереке құтты болсын. Әрине, бұл жерге басқадан келмейді ғой, осы бала күннен бір өскен, тайғылындай деміскен бір нанды бөліп жеп, бір сабақтан қашып, мінеки бірге жүрген нағыз сол кездегі адал достар, мінеки ол әрине класстастар. Мінеки тағы да қуаныштарыңыз құтты болсын дей келе, біз енді алдымызда жайылған дастарханның алдымен ақ тілек батасын ашылу салтанатын осы ортамыздағы класстың президенті Абдуали ағамызды қошемет құрметпен сахна төріне шақырайық ардақтан ағайын. Ал енді құрметті достар, класстастар, сыныптастар, кішкентай деген біргеге атқан енді бәрі шақырып бар. Енді асаба айта береді ғой, президент деп. Біз енді былай осындай бастап жүргесін, қарсында орнында бас болып жүргесін сөз беріп атқан шығар. Сөз енді бәріміз келеді, кезек-кезекпен. Енді былай, бұл енді кешеде айтып жатырмыз ғой, 50 жылда ел жаңа жарты ғасыр, бәленбай жыл, бәленбай ай деген сияқты. Сондықтан бұл енді үлкен бір кездесу, үлкен бір өзгеріс. Кешегі кішкентай балдар, бозбала жас жігіттер, қыздар, бүгін ата болдық, әже болдық, ұрпақ өсіріп жатырмыз. Соның рахатын, қызығын соңынан көре берейік. 50 жылда 600 ай, 18.250 күн бар екен. Біз енді былайша қарасаң біршама нәрсе ғой енді. Соның бәрін бірге келе жатырмыз. Бір кеменің үстінде енді арамызда жоғалтып алған адамдарымыз да бар, қосылғандар да бар, Құдайға шүкір енді. Әйтеуір не болғанда да жақсылыққа, жақсы деген бағдарламалық бастамалық келе жатырмыз ғой. Сол енді дайын осылай бола берсін. Мына бүгінгі бас қосудың өзі де соны ерекше білдіреді. Осы бас қосуға бәріне ықылас білдіріп, қанша жерден Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Қызылорда, өзі мына Қарашаһар, Қазалы, осы келіп жатқан уақыт бөліп бәріге келіп жатқандарына мыңда бір алғыс. Келдіңдер, көрдіңдер, сағынышты бастыңдар, бір жасап қайтыңдар. Әлі де алда талай 60-70 бар, 80 бар, соның бәрін бірге көрейік. Төрт көзін түткен, тек жақсылықта бас қоса берейік дейін келеді. Бәрінің де еді, ата мен әженің міндеті, бала мен келінге, емелелерге, соларға бас көтіп қарау. Сондықтан бәріне бірінші деннің саулығын берсін, отбасыларының айнала аманшылығын берсін, емдерінің саулығын берсін, тек жақсылықта бас қосуға жазсын бәрімізді. Мынау енді тойдың ашылуы деп жатырмыз, ардан қарай енді жалғасы бола береді. Тағы да сөз келсе сөз сөйлей береміз. Бүгін енді сөйлемейтін адам болмайды, бәрі де көңілінде ойындағысын айтады, ашық көңілмен шығады. Мына енді кешеден бері класста біраз мақтап жатыр ғой енді мына. Рамазан бар, Алдан бар, Көреген бар, бәрі дегенде біздер да біздің класстас қыздар бар, Көрген бар, Шарат бар, Айна бар. Осының бәрі біз класстасты дос деп есептейміз, есекті алып солай болып кеткенбіз, әлі де солай болып қала береміз деп ойлаймын. Сондықтан қыздар жігіттер алда әлі де әлі жаспыз, көргенімізден көрмегеніміз көп. Сондықтан қызықтың бәрі алда деп есептейміз. Сол жақсылықтар бәрімізге де бола берсін, бір-бірімізге жақсылығымыз шұрысты болсын, аман-саулықта, саулықта болайық дегендей. Той басталды, жақсылық басталды, тек соның қызығын ажарынан көруге Алла нәсіп етсін біздерге. Жақсы рахмет дегендей. Сізге рахмет, аман болыңыз,
Енді міне дастарханымыздың ақ тілек батасы, тілегі әрі батасы ашылып жатыр. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді алдымыздағы қалжалдарға құйайық, тос көтерейік, кәреге. Давай наливай. Кәреге болсын. Будущий день покажет всем, как снова дым. И если не лень, Бұйрық кәреге. то повторим. Прямо сейчас пусть будут эти с тобой день. Көтерейік кәне достар, махаббат үшін өзілген өмір қайда жалғасын. Көтерейік кәне достар, ол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Жаздық жаз, гүл ашқан Шырандардан түймейміз ба? Бұйым отырайық. Енді келеді. жылы шуақ, қуанышпен қойса ақтарымды. Көтерейік кәне достар, махаббат үшін үзілген сөнген бір өмір қайда жалғасын. Көтерейік кәне достар, ол бақыт үшін осы күнге Қонақтарымыз өлмей қалуы мүмкін. Енді қаладан келген Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Қызылорда, жалпы ол жерлерге қалаға барғанда кісілер қызмет жасайды, мейрамхана қызметкерлері. Бізде ондай болмайды, ондай жоқ. Сондықтан сен қылмаңыздар. Аңғыра бергіздер, салғыра бергіздер тәлімгеге қарай. Ескертіп қойған атамыз. Енді көңіл-күйімізді көтеріп отырайық. Бүгінгі 50 жылдық кездесу достардың құрметіне. Ендеше достар, әңгіме кешімізді бастайық. Оған дейін біздің толмаған бокалдарымызды оған дейін толтыра береміз. Алдарыңызда Бақытгүл Темірова қыздарыңызды қарсы алыңыздар. Тағайын бүгінгі кештің әрине айдай сұлу қыздарыңыз, қарындастарыңыз, сіңілдеріңіз. Бақытгүл қыздарыңызға қошемет. Мерекелеріңіз құтты болсын.
Енді мынау алдарыңызға тағамнан алдыртып отырыңыздар. Мен енді мынау сіздер үшін арнайы көп сыйлықтар келген. Бірақ енді мынау бүгін осы кеште ең көңілді қонақ номинациясымен осы бергім келіп тұр, бастағым келіп тұр да. Сондықтан анам қалай қуану керек, қуанышты мына жақта тұрған кезде сіздерге жүздеріңізден көрініп тұр мінекей. Сондай бір қуанышты бүгін керемет кездесуге келгендеріңізді. Давайте онда біз алғашқы сыйлықты утешительный приз көңілді қонақ номинациясы. Кім көңілді отырып, орнынан тұрып, қуанып, билеп, соған береміз. Келістік па? Келді, көңілді қонақ номинациясымен музыка маэстро. Ең көңілді қонақ кәне. Бронз приз. Шынымен де келіңізші тәне, келіңіз тәне. Айтсам кеше қайғылай еді. Қызылорда келген неге қызылордалықтардың жалпы қай жерде жүрегі лүпілдеп аузын ашса жүрегі көрініп тұратын неге. Орнын тамақ жеп болса да қуанып шапалақтап майды олай сәсті. Рахмет, Тұрсынкүл апайымызға қошемет. Бәріміз осындай Тұрсынкүл апайымыз сияқты көңіл күйде жүрсек, бүгінгі кеш керемет көңілді болады деймін. Сосын және де бірінші көтерген екі қолын көтерген кәде ғой. Кеше 4 күн көріп келе жатқан, мінекей осы үйдің баласы сияқты үйреніп қалды қабағымда. Енді мамама аты Кенжегүл ғой. Мамаға берген сияқты бере бересіз. Құтты болсын, құтты болсын. Рахмет, мен бірден алдарыңызға деген шай енді келіп жатыр. Кішкене құйылатын бокалдарыңызды толтырып отырыңыздар. Енді оған дейін кішкене тағы да бір ән тыңдап отырыңыздар. Осындай күндерді біз қашан күтеміз деп айтқан. Ал сіздер үшін қалбасыңыздар. Торғындай жылсаң тілдерді, төбеде қалғып көшкен ай, жырларға толы күндермен, сырларға толы кештер ай, көңілге қуат дем берген, күлкіге жомарт күйлер ай, шырқада сылы әндермен, жалтырап тартқан күйлер ай, шалға тартқан күйлер ай.
қандай кереметі ол кезде ойсыз жүрген уақыттар ғой. Ертең мектеп бітіреміз, кетеміз жан-жаққа деп, мінекей араға 50 жылдың қалай өтіп кеткенін білмей қалып жатсыздар. Мінекей бәріміз барлығымыз ата әже болып керемет кештің бүгін куәсі болып жатырмыз. Ардақты ағайын, бүгінгі мерекелік кешімізді қарай тағы да бүгін енді тілек айтылмайды. Бүгін өнер көрсететін күн дедік, солай ма? Барлықтарыңыздар деген осы қаларсыздар. Тілекті кеше барлығымыз керемет сағынышпен кездескенде біздің Абдуәли әкеміздің отбасында керемет тілектерді айтқан болатынбыз кеше ғана. Енді бүгін 50 жылда ел жаңарып кеше біраз барлықтарыңыз айтып шықтыңыздар. Меніңше осы тілекті бар, осы сөзі. Сондықтан жаңарғанын көрейік, 50 жылда осындай өнерді, сол бір немерені қазір қалай бақты, қалай әндетті, қалай сондай секілді бір көп дегенде сіздерде өнер көп, сіздерден қалған өнерді біз әлі емденіп жатырмыз мінеке. Сондықтан сіздерде болған өнерді бүгін сол қайтадан барлығымыз бір отбасы болып, бір үйдің баласындай болып қайталаймыз. Ендеше ардақты ағайын, құрметті 50 жылдық түлектер, мереке құтты болсын деуге, біз енді ордаға жаңа енді біздің алғашқы сөзімізді Абдуәли әкеміз әдемі тілектермен атамен бастап өтсе, енді міне тағы дәл осындай бүгінгі қуаныштың ақ тілегін жалғасын деп, еліміздің астанасы болған бас қаламыз Алматыдан келген бір топ достарға бергіміз келіп тұр. Өзі сабырлы, салмақты, сөзге шешен, биші, күйші Рүстем мырза бастаған ортамызда сымбатты да жұбайы Мадина ханым. Ой, не деген қошемет қой. Шалқар радиосының бас директоры, ақын, жыршы, биші Нағима ханымға келіп отырғандық ағайынеге. Қошеметпен қол соғып, сахна көрде шақырайық ереге. Ал билеп, құрметпен қарсы сіздерді. Мен Рүстем ағамнан басынан көріп тұр, өзі ақын болса, өзі сөзге шешен, өзі биші болса, сондай мінеке. Ал енді, қош келдіңіздер, әдемі ақ тілек сіздерден басылар. Ал құрметті достарым, бүгін уже той басталып кетті. Қуанышты күн. Қалайда дайындалып, 50 жылдыққа кездесеміз деп жеткізетін күн бүгін өте қуанышты күн. Барлық жүздестік, көрістік бәрімізде. Рахмет бәрілеріңізге де, әсіресе осы жердегі біздің ұлдар мен қыздарға рахмет. Осы жерге келген қай жақтан келсек те Алматыдан келейік, Түркістаннан Шымкенттен кім десе де бәрін қарсы алып осы жерде кілем сөйтіп мейрам той болып отырған біздің осы жердегі ұл қыздардың бәріне жекелеп айтып қояйын, бәріне рахмет айтамын. Алла сыйласын, әркім сөйлеген бұл дейді. Ризамыз сіздерге. Алла тағалам енді бәрінде денсаулық берсін бірінші. Қазір денсаулықты қадірлейтін жастарымыз бәрімізде. Бәрілеріне денсаулық тілеймін, отбасыларға башылық тілеймін. Алланың мынау берген бақ берекесі баянды болсын. Қай уақытта да тек қуанышты осындай шақтарда ғана кездесейік. Арамыз сүйремесін, жолдастар, арамыз сүйремесін. Енді
осы уақытқа дейін кеше қарап болсақ бірталай адамнан айырылып қалыппыз. Енді осы жасқа дейін көшуде кездесіп жатқан бәріне аман болайық достар, аман болайық. Олайынша жас сөйлегенді жақсы көремін. Жазғаным бар еді. Құрметті достар, біз бір мектептің табалдырығын аттап, бір ұстаздың білім тәрбиесін көріп, бірге өскен дағдылар сырдармыз. Бұл өмірдің бізге берген үлкен сый деп білемін. Сондықтан алдымыздағы жүздесу, осы күнгі жүздесу өткен сағыныш сәттерге жетелейтін естеліктерге ерекше күн болғалы тұр. Осыдан бұрын жарты ғасыр балалық шағымның бірге өткізген ең шуақты тәтті шақтарын тастап, арманмен өмірге толы далыппен мектеп табалдырығынан аттап, үлкен өмір жолына аяқ бастық. Қаншама уақыт өтті зымырап, бірақ сол күндердің естеліктері кеудемізде сайрап тұр, жүрегімізден өшкен жоқ. Сол кездердегі әзіл қалжыңымыз, достығымыз, арасында шарты-шот тентектігіміз бәрі бірге еске түсіріп кездесуіміздің шырайын шығарып тұрғандай сезінемін. Болды. Өте қуаныштымын. Достар бәрі де солай деп ойлаймын өздерінің ішінде. Алла тағала тағы да енді бір 60 жылда кездесу жасын, 70 жылда кездесу жаттым. Аман болайық, арамыз жүргізді. Бәрілеріңізге рахмет айтамын. Рахмет Рүстем ағамызға қошемет қосабай. Жалпы Рүстем аға енді өмірде қандай қызметтер атқардыңыз жалпы? Кім болдыңыз? Мен бастадым. Өзім мамандығым математикпін. Мұғалім болып істедім мектепте. Содан кейін ішкі істер бөлімінде істедім. Ішкі істер бөлімінде біздің КСК деген государственный следственный комитет болған. Сонымен аяқтадық. Кезінде содан пенсияға шықтым. Рахмет аға. Қошемет болсабай Рүстем ағамызға. Енді міне ортамызда жалпы Шалқар радиосын өзім көп тыңдаймын жалпы. Машинада жүрем, қайда жүрем деп қоямыз. Мінекей бүгін ортамызда бас директорын апайымыз келіп отыр. Айбай. О, біздің дайын тұрген ғой біздің Мадина ханым. Нағима апайымыз дайын тұр біздің ортамызда. Бірден тілек қабылдап алайық. Бәрекелді. Онда дайын тұрыңыз. Сізді бірінші тілегіңізді тыңдап алайық. Ал кеш жарық құрметті достар, қадірменді 10-шы А сыныбының оқушылары, бүгінгі тамашаны 3 күн, 2 күннен бері жалғасып жатқан кешіміздің бүгінгі 2-ші күні. Мінекей бәріңізге Алла жүздеріңізден күлкі мен қуаныш келбесін деп тілеймін. Бастарыңызда әрқашан бақ болсын, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Бала-шағаларыңыздың бәрі аман бол, сол балалардың алдында аман есен жүре берулеріңізге Алла тағала барлықтарыңызға нәсіп етсін. Той тойға ұлассын, той құтты болсын, әрі қарай жалғасын таба берсін деп тілеймін. Ал енді мен өзімнің тілегімді оқып жіберейін. Құрметті достары, сыныптастары, өзімді сыныптастар деп қатарына қосып, бауыр басты деп сөйлегеніне айып етпейтін шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені мен сіздердің 20 жылдық, 40 жылдық, 47 жылдық, жай жылдық бәрінде болып қойыппын. Қазіргідей
көз алдымда Рекеңнің кештеу үйленген әйтпегенде 5 жылдықтан бастап қалмас па едім. Мен Рекеңе қосыламын. Класстастардың ауызбіршілігінде әңгіме жоқ, тамаша керемет. Бірақ мен сол бірліктің ұйытқыларына атын айтпай-ақ қояйын. Оны бәріміз білеміз. Қай кездесу болмасын, класстас десе, бар тірлігін тастап ішкен асын жерге қоя шабатын кездері өздері көлеңкелі. Бірақ айтқандары заматта түсінікпен қаралып, қоштау тауып жататын жандарға алғыс рахметімді айтқым келеді. Құдай қаласа, осы жүздесуде солардың арқасы десек те қателеспейтін шығармын. Оны жайсаң достыққа, мейірімді осы жандарға әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Осындай көңілдеріңіз асқақ, жайдарлы қалыптарыңыздан талмаңыздар. Әркім сыйлағанның құлы. Демекші сіздерге зор денсаулық, шуақты дүниенің уайымсыз сәнді, ұзақ өмірін жүректеріңізге Алланың нұрын тілеймін. Жүздескенше күн жақсы. Рахмет, ардақты ағайын, мінекей Мадина апайымыздың әдемі ақ тілегін қабылдап жатырмыз. Енді ортамызда жаңымен қателесіп қалып жатырмын, шынымен. Шалқар радиосының бас директоры енді келе жатыр екен ортамызда. Ал қабылдайық соң. Қарсы алайық. Нағима ханым келе жатыр. Деген қошемет деп жатыр деген. Қараңыздар, ақ көйлекпен бар түгіген келе жатыр. Қошеметті алсақ қойыңыз ба, елу жылы тілектер келген. Ақ сәйдесі. Қайда бересің? Өнер көрсеткен үшін әдемі фартук үшін сол ағымды еске алып тек бақи қалып қойыпты қалғанында. Рахмет, қошемет Қосабаев. Тағы айтады, бір-екі ауыз тілегіңіз. Мына жігіт баяғыда мен жылқышы, сен шопан мұны айтады. Айтты бір. Мен жылқышы, сен шопан мұны айтады. Ой, сіздердің дауыстарыңыз бөлек болды. Қуанышты күнде кездесіп жатқасын, бір-бірімізден несін аяйық деп бар өнерімізді көрсетіп жатырмыз достар. Ол бір әншіліктен емес, осындай күндеріміз көп болсын.
Ya осындай өнерімізді ортаға салысып, осы бір отырған ғанибет күніміз ұзағынан болсын деймін. Я бәріңізге де денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Әрқашанда Құдай қаласа 55 жылдық, 60 жылдықта да осындай ақылатып қиып алдарыңызға өнер көрсетеді дейін. Я бәріңізде әрқашанда аманшылықта кездеседі дейін. Бүгінгі тойымыз бәрімізге де құтты болсын, Алла ұзағынан болсын. Рахмет. Айнабайымызға мың алғыс білдіреміз. Атақты ағайын мінеке қандай керемет. Бүгінгі 50 жылдыққа арнайы дайындықпен келген мінеке. Осылай барлығымыз бүгін өнер көрсетіп деген сенімдеміз атақты ағайын. Ал енді қосып деп отырсаңыздар енді атақты ағайын деген бір әдемі ойынға кезек берейік. Енді ортаға әртүрлі ойын туындарының докторы Фатима апайымызды ортаға шақырайық, құтты көрсететін болса қояйық. Ал енді тамадыға кішкене 5 минут беріп қазір ойын ойнаймыз. Бүкіл осы ойыншы ағынасында келінмен деген қыздар шықсын. Келіндер ойыншы ағынасына мен келін, осы ойыншы ағынасының жігітке шыққанмын деген қыздар шықсын. Ортаға келеміз, ештеңе істемейміз, береке, соғымен келеміз. Отырасың, тыңдамайсың. Ойынның шартыңыздар былай. Қазір қыздар машинаның запчастын айтамыз. Тез. Жюрилер бір айтқанын екінші қайталамай. Сондықтан қарап отырасыздар. Айта береді ғой. Так, бір шарттан бастаймыз. Бірінен кейін бірін тез ойлануға уақыт жоқ. Кім тоқтап қалады, ойыннан шығады. Руль, мотор, карбюратор, аккумулятор, баллон, фара, рулевая рейка, дөңгелек, амортизатор. Екі жарым. Руль айтылды. Не будем прощаться. Кеп дальше. Воздушный фильтр. Шина айтылды. Бампер. Аккумулятор. Айтты ма? Рулевой дейді ол бампер. Лобовое стекло. Свечи. Карбюратор. Карбюратор кетті. Бір. Насос.
Ага. Банкет. Сейчас я скажу. Банкет, банкет. А? Банкет это уже. Нужно они. Багажник. Автомат передать. Автомат. Диска. Диск. Сиденьесі. Сиденье. Екі. Зеркало. Зеркало. Поршневой цилиндр. О! Моторист сияқты. Ходовой. Рейка. Рулевая рейка. Тогда рейка бар ғой? Ходовой несінде. Не бар. Баллон еткен кезде патрон или как называется вот это? Часто бузлатно у меня. Пружина. Конкрет. Мотор. Айтылды ма мотор? Бір. Екі. Сыртында мотор жоқ, біз бірақ мотор Boş. Коробка автомат. Автомат айтылды. Бір. Камера. Режима. Екі жарымның жарымы. Үш. Ал жалғастырамыз кеттік. Шатун. Противотуманка. Ремень. Жаңағы не? Фара. Айтылды ма? Клатч. Мотор işlerinde tamam. Она не, музыку не так не было, ма? Ага, сигнал че? Var mı signal? Вспышка. Вспышка? Флешка. Например, вспышка. Свеча mı? Свеча айтылды негізі. Вспышка. Ал келді. Тоғы. Тоқ. Енің тоқ. Тоқ. Она была трамблема не крышка. Сиденье. Айтылды. Багажник, тамаша. Аккумулятор айтылды ма? Свечи аккумулятор, да? Сейчас сравним, она здесь. Ищем. Су она, не, дворники. Дворник. Есігіне басқан не істеді? Есік. Ол да есік қой. Замок тогда на двери. Да? Ручка. Ручка. Пристыны қалсын. Нет, дальше. Да, несі. Антенна. Антенна, о. Бір. Екі. Екі жарымның жарымы. Машинаның ішіндегі сиденьелер жауып қоятын не дейді? Чехо. Подшипник. Бір. Екі. Üç lan. Үш. Ал финалға екі бамыз қалды. Финалда так енді. Давайте. Былай. Ал енді төрт қараның келіні біреу төрт қараның қызы. Кеттік. Жасай берсін, ойнайым. Кеттік ал. Уже мотор аяқтап задық. Давайте былай. Финал. Краш көзқарас деген болсын. Давайте сөйтеміз ба? Краш көзқарас. Баяғы жас шақты есік ал. Ағаларымыз бар осы жерде? Ағаларымыз бар. Давайте. Мыктың не алған? Аға майдан. Сізге Сәке, сіз қарап отырыңыз. Сәкенің ең бірінші танысқан уақытыңыз
Ой, көрші болғанбыз. Сол кезде қалай қаратып алдыңыз? Көршіміз ғой, садикте. Сіз ше? Біз жұмыстасыз ғой. Жұмыста қалай бірінші қалай қаратып алдыңыз? Қалай көзқараспен? Мен еттемсем де қаратып алдым осы ағыласына келіп болып келген жар. Давайте былай қай жаққа қарап тұрамыз, келіңіздер. Қай жерге тұрамыз? Былай қарап тұрамыз. Света, сосын қазір мен Света деймін, сол кезде былай қарайсыздар да жолдасыңыз қарап краш көзқараспен қаратуыңыз керек. Көзқараспен қарап тауып алыңыз, көзқараспен сезіну керек. Көзқараспен сезіну керек сіз арба. Ал кеттік, ақырап тұрамыз. Мен атайын, сол кезде барып жаймен асықпай, қарап, бұрылып, көзбен атып, шаштыр лақтырып, түсінікті ғой, краш көзқарас, соған күшті кім қарайды, сол жеңіске жетеді. Так, кеттік ал. Маэстро. Ағам, қалай болғаныңыз, ең бірінші танысып отқан сияқты, сындырып отқан сияқты көзқараспен қарайсың апая. Ал кеттік, маэстро. Задапа! Краш көзқарас! Жаймен бірінші бірден ғашық болғанжы. Жаймен сізді көзінен сындыру керек, өзді қарау керек, бұрылу керек. Келіңіз, қайтын. Давай қайтын. Алдарыңызда Занапа! Занапа қошемет болса өтпей, ал сен баба. Алдарыңызда Света ханым! Я не виноват, я. Жаңағы қызыл-бұдырын секет бұл кезде аптекеде сақтаған үш рет жүгіріп келді, төртінші рет өзінің құлпарын тастау кеткенде мені алшы деп. Тареген рахмет, Светабайымызға қошемет болсын қойып отбасы. Енді бүгінгі ойынға қатысқан жүлдегерлерге арнайы сыйлап, 50 жылдық мерекелік кештен қабылдаңыздар. Приз Сакен, келіңіз. Келіңіздер, ойынға қатысқан біздің ханымдарымыз сұлулар. Қошемет болсын ғой мереке. Әдемі краш көзқараспен Занапамызға қошемет. Мынау неше күннен бері осы тойдың болады деп жүгіріп жүр, бірақ енді денсаулығына байланысты шыға алмай отқан ең басты келініміз Айнаға приз. Тамаша! Алматының сондай керемет өнеріне куә болдыңыздар, солай емес па? Енді астанамыз басқа қаланың өнеріне кезек берсек деп жатырмыз. Сонымен ортада арқаның ыстық сәлемін арқалап келген бас қаламыз
Астанадан келген администратор, бас төрайым, кездесуді ұйымдастырушы Кенжегүл ханымға қошемет болса. Жолдасы, Қазақстанға еңбек сіңген әнші, сұлуда сымбатты қызымызды жарқыратып отырған Бесқара мырзаға қошемет. Қошемет тұрған сұрап қойып, алдарыңызда өнер көрсететін Бірінші кездесен тілегіммен мен музыкалық сәлем жолдап жіберейін. Рахмет. Ал достар, той құтты болсын. Кешеден бері жақсы тілектер айтып жатыр. Барлығын алып қабыл етсін. Сол тілегімнің несі болсын, жаңағы белгісі болсын. Мына бір 5-6 шумақ өлең жазып берген. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ақ көйлек, қызыл галстук тағынған біздер бал едік. Жаман ой ешбір ойламас, ақ жүрек таза ақ едік. Мұғалім деген біз үшін асқарда биік таудайтын. Кездесе қалсақ бейуақыт, зәлінде құрдым қалмайтын. Қайранда шіркін сол уақыт, қайтына бір кезінен итерек. Шалғайдан ұстап жармасып, балалық шаққа өтерек. Байырғы совет жастары, бозбала менен бой жеткен. Киіп-ақ келіп отырмыз, кәріліктің шекпенін. Өсіп те өніп бүгінде үлкен бір әулет болғандар. Атқарып өз борышын кемел жасқа толғандар. Зейнетін көріп бейнеттің, бақытты болсын көргенін. Салсада мейлі ажарға, кәріліктің өрнегін. Мойымай алға басайық, Аллада берсе денсаулық. Ұрпақпен мың жасап, ұзақта ғұмыр жасайық. Ал енді мен сарайын, мен үшін өлең айтпайды, бірақ менің де бір өлеңім бар, соңын атаман, өзім айтып беремін. Қосылып айтсana. Неге? Айкенмен бір Бақыт сыйла жан жағына жар салып, оны күтіп жүргендер бар қаншама. Бақыт деген бір-біріңді сыйлауын, бақыт деген жылы сөзің баршаға. Бөліп-бөліп барлығыңа беререм, әттең бақыт сатылмайды ақшаға. Бөліп-бөліп барлығыңа беререм, әттең бақыт сатылмайды ақшаға. Бақыт деген жаратқанның бергені, бақыт деген балаң арттан ергені, бақыт деген әкеңіз бен анаңыз, бақыт деген тыныштығың елдегі, бақыт деген жаныңдағы жарыңыз, сізге қарап еркелеген күлгені. Бақыт деген жаныңдағы жарыңыз, сізге қарап еркелеген күлгені. Бақыт деген арайланған ақтаңын, бақыт деген еш алаңсыз жатқаның, бақыт деген қолындағы байлығын, бақыт деген жинап теріп тапқаның, бақыт деген болашаққа сеніммен, арманыңа қанат
сеніммен арманыңа қанатыңды қаққаның. Бөліп барлығыңа берер, әттең бақыт сатылмайды ақшаға. Қошемет аға, мынандай сізге өнеріңізді енді үлкенді қабылдаңыз енді. Рахмет. Енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, мінекей біздің керемет кештің куәсі болып жатырмыз. Енді жаңа осы жерде осы Алматыда келген біздің Рүстем ағамыз әдемі тілегін білдірді алматылықтардың атынан. Енді бүгін ортаға арнайы 50 жылдық мерекелік кешке осы Рүстем ағамыздың ұлы келіп отыр. Мадияр ортамызда ұлдарыңыз келіп отыр. Бүгін кешке әдейі өзінің әдемі ән шашылып ортаға вальске шығып билеуге де болады. Ән сіздер үшін қабылдаңыздар. Ассалаумағалейкум. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рүстемді асқарға келсе, Алматыдан келіп тұрғанда осы жерге Алматы бар, Тараз бар, Шымкент бар, әр осы қазақ елінің әр қаласынан келіп тұрған құрметті меймандар сіздер. Сондықтан ол қала деген ән тыңдаңыздар енді жоқ болсын. Осы жерге құрметті қонақтарымыз өте. Мадияр Ердосұлы ағаларыңызда. Мадияр ортаға келе бар. Сақтау жолынан сізді жақын келді.
Олашы вокалдарға достарға қиып қояйын. Әдемі ән шашу болсын. Мадияр деген болса, қазағында өнер жолға жүргеніміз ініміз. Дәурен Сейітжановтың орындауында «О қала» деген әнді естулеріңіз бар ғой. Соны сіздер үшін тартуде қазір қабыл алыңыздар. Жоқ, Дәурен бұл Мадияр деген. Дәурен Сейітжанов деген Оралдың жігіті қазағында. Ол басқа жігіт. Соның орындауында ән. Соның орындауында ән. «О қала». Көруге көздер ашып, сезуге көңіл ояу, түнімен қылашып, алғанда таңға таяу, ақылым есік ташып, төменге түстім баяу, асықпай анық басып, көшеге шықтым жаяу. Оянды ерте ала, сынып суын шанар, аққан оймен санар, жүгіріп шыққандар, оянды ерте ұстар, және де терең таулар, оянды біреулерді, тірлікпен себеп салдар. Ол біздің әсем қала, өзіңе қарап барма, өзіңе сұрақ қара, өзіңе жауап барма. Ол біздің ару қала, өзіңе тыңдап бара, қайтпай жолмар қара, бағыңды тыңдап бара. Шамдарлай қаралысқан, сандарлай қаралысқан, қозғалып әрі бері, өттен адалысқан, сендердей солғылысқан, жандардай сағынысқан, жанбаққа бара жатыр, адамдар сабылысқан. Ол біздің әсем қала, өзіңе қарап барма, өзіңе сұрақ қара, өзіңе жауап барма. Ол біздің ару қала, өзіңе тыңдап бара, қайтпай жолмар қара, бағыңды тыңдап бара. Өзіңе қарап барма, өзіңе сұрақ қара, өзіңе жауап барма. Ол біздің ару қала, өзіңе тыңдап бара, қайтпай жолмар қара, сағынды тыңдап бара. Өзіңе тыңдап бара, қайтпай жолмар қара, сағынды тыңдап бара. Мадияр Ердосұлы, қошеметтеріңе зардақтанайын. Тамаша. Рахмет. Ал енді әртүрлі ойын ғылымдарының докторы Фатима апайымды ортаға қайта шақырып келген жаңа бір ойыннан кейін тағы да бір екінші ойын болсын деп жатыр. Иә. Сондықтан әртүрлі ойын ғылымдарының докторы Фатима апайымызға қошемет болса ғой ортаға шақырайық. Екінші ойын ойнатайық. Бүгін барлығымыз ойнаймыз. Мен жаңа қыздармен айтып келдім,
кайма ойнатсақ қалай болады? Жігіттер, әр қаладан бір адамдан шығамыз. Алматы үстем. Алматы үстем. Вперед. Астана Бесекең, Бесқара. Тараз, Ақтығали. Шымқала, Сақтаған. Қызылорда, Құттық. Қазалы, Шәңгірден. Ортаға ойынға шығамыз, ойынға. Ой, жігіттер арасында әр қаладан кім қай қала мықты екенін көреміз қазір. Жәке, давай. Намысты қолдан берме, билемейміз, дым қылмаймыз. Билемейміз, дым қылмаймыз. Сұраққа жауап береміз. Так, бірінен кейін Алматы, Астана, Тараз, Шымқала, Қызылорда, Қазалы. Қатар тұрап алыңыздар. Ойынның шарты. Қыздар, үш қыз, Света, отырып ал. Так, Нағима кел. Света, Ақбалеш. Мен устроим, Нағима. Көркем. Жюри. Ойынның шарты жігіттердің мынандай. Қыздардың парфюмін айтасыздар. Қыздардың парфюмі, сыршы парфюмі. Духи. Атайтсаңдар да болады. Кім әйеліне көп подарка беріп тұрады екен байқаймыз қазір. Әбдіғалиден бастаймыз, Тараздан. Тез. Памада. Oldu mu gitti pamada? Kız böleğin kış. Мен негізі подарок бермеймін, өлең сыйлайын дедім ғой. Шанель. Памада. Духи Шанель. Айтып көріңізді, Духи, Қасуяйын, Қашшылардың, білден елсің. Пинсе. Бар ба, Менің әйелім шапалы көрек болған, бәрі. Тек ақша менен дедім ғой. бір. Екі. Тең. Қайшы. Педикюрмен пудралап қайшы. Лак. Сервисі. Крем. Bir. Екі. Сафина демек. Сафина. Алқа. Помада айтылды. Сырға айтылды. Не қалды? Пудра. Несі тарам? Bir. Шаш краскілеу. Var mı ya? Лойка. Набор. Сыныпты ма? Var mı? Мен сұрап атпадан ете береді, бір вариант жоқ. Не будем прощаться. Мен сұрағымызға баршы бе? Крем айтылды. Қандай крем? Бетке жағатын крем. Набор. Айтылды. Шырға. Айтылды. Қаш бояйын. Айтылды ма? Қас бояйын. Ал, қаш кет. Тарап. Қайрап. Шампунь, сабын. Странно, Саша. Пинка. Айт просто, айт. Туш келді. Екі.
жоқ дейді. Екі жарым, шырақ. Екі жарымның жарымда. Не, шашқа, айдыда. Қыстыра. Шпилька. Анам. Подсказатқа не дейміз? Парик. Парик. Қысты. Приколка. Арбіда ол. Бигуди ол. Кетті. Бигуди кетіп қалды. Онда екі. Ағамыз алғашын атқасын қойған рахмет. Ол парфюмға жата ма? Жатпайды деп жатыр ғой. Онда осы жерден қайтпайды. Бір. Екі. Шаш қыстыратын адам. Айтылды. Екі жарым. Үш. Айтылды. Үш. Қаш қойын. Айтылды. Рахмет аға. Әкет дейсіз ба? Әлсі. Айна. Қарақ айтылды. Айтылды қарақ. Bir. Екі жарым. Абадық. Әжігет, сізді қарап тұрыңыз. Памперс. Ауыр жігіт алып беріп, памперс алып беріп. Жоқ, памперс. Әдемілікке сүйін. Bir. Bantик. Өтті ма? Келесі. Екі. Болды ма? Рахмет. Өтті ма ағам? Жауап бар ма? Жауап бар ма? Айтылды. Не будем прощаться, скажем до свидания. Гель. О! Ағамды көп дейді. Рахмет. Қосылын. Ағам. Интимді гель. Ағам бәрін ағамда сақтап қойып тұрген бұл. Рахмет. Бүгінгі жүлде ойынға қатысқан ағаларымызды ортаға шақырайық, келіңіздер. Ортаға келсеңіздер. Рахмет, ағаларымызға қошемет болсын қойып. Ой, ескі Рахмет. Ана, сіздің еліңізді да. Шеге, сіздің сыйлығыңыз қайда? Суретке түсірейік, суретке. Бүгінгі 50 жылдықтан естелік сурет, фото. Ал дастархан басына жайғасып алыңыздар, реттеліп алыңыздар, той төрлен орнын алыңыздар. Ал енді, құрметті қонақтар, құрметті 50 жылдық түлектер, біз енді тағы кезекке бүгінгі 50 жылдықтың әдемі өнеріне кезек берейік, арқай жалғастырайық. 50 жылда бірінші рет достардың ортасына сағынышпен оралған аса құрметті Ранайгүл ханымға қошемет достарлар тағайын. Қарағанды қаласының ыстық ықыласына қалып келген және
22 жылдан кейін сағынып, сарғайып, арамыздан құрметпен оралған сабырлы да салмақты Пернегүл ханымды шақырайық, Түркістан қаласынан келген. Енді мынау өнер дегенде жалпы барлықта адамның бойында барлық түрлі өнерлер бар. Бүгінгі 50 жылдық мерекелік кешке қандай өнермен келдіңіздер? Өлең оқып берсеңіздер де болады, билесеңіздер де болады, әртүрлі қандай жанр бар айтыңыз. Абайдың бір өлеңін оқып берейін. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суы, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ана, бесте біткендегі әңгімесі ойыңыз осы, бетті қаңға. Тілек кешірінде күшті. Құрметті жақсы көретін жандар, 10-шы А класы, құрбыларым, достарым. Мына 50 жылдықты күте-күте жеттік, бүгін 2-ші күн. Той құтты болсын, 50 жылдарыңыз, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, бар жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар. Құдай 75, 60, 70-ке Алла тағала жеткізуге нәсіп етсін. Жақсы тойларда кездесе берейік. Бәрімізге жақсылық тілеймін. Рахмет. Енді былай бала, сізден ана Түркістанда, жалпы Түркістанда жан-жақтарыңызда көрші елден өзбек әкелерден көп өзбекілерден. Жаңағы тілекті бір өзбекше тілде бір жеткізіп бергісі, ол да бір өнер болсын керек. Кішкене. Чұқыратаке бақылдың деген секілді екен. Екі ауыз қысқаша өзбектердің тілінен жеткізіп беріңіз. Қызық болсын. Өзбекше бір екі ауыз сөз айтып беріңіз. Енді Түркістанның ортасында ажарда көп қой. Біз қазақтың ортасында. Кішкене қалған жоқ ма бұларға? Айта алмайды біздің ағамыз деген. Қошемет болсын қойық, әдемі. Аман болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар, Алла сіздерге қуат берсін. Әрдайым елге тек қуаныш той деп беріңіздер. Келіңіздер бар. Анау 50 жылдан бері Ранайды бірінші рет көріп жатсыздар. Ортамызға келгенде сондай қуаныштымыз. Пернені 50 жылдан бері көріп жатсыздар. Анау көршінің қызы болып, енді бұның аты көрші қызы бүгінден бастады. Екеуіне корейский парфюмериядан осындай бізді сыйлап, қанша еңбекпен келіп жатқан екеуіне приз. Тамаша, қошемет болсын қойғандақтар айтып осы 50 жылдар мерекелік кештен арнайы сіздерге сыйлық, алғаныңыздар. Рахмет. Ардақтармен кішкене астызанды майлатып ба? Көңілді жайлатып ба? Енді кішкене ішкен жегенімізді тарқатып бір-екі билеп алайық, билеп алып содан соң қайтадан дастархан басына жайғасайық. Ал енді осы бүгінгі мінеки Ақтілекті арнаған Алматы, Астана, Түркістан қандай керемет тілектерді айтып жатсыздар, жүректен шыққан. Енді сіздердің құрметтеріңізге арнайлы, әдемі, тамаша, көңілді би болсын. Келіңіздер, бейіздер үшін орнаға. Баршылық деген жай. Жүрегі би болайық.
Тамаша, ағаттағайын ғасырламасына жайласай. Ал енді, ғасырламасына жайғасып алыңыздар, ентеліп алыңыздар, ортаға қарап беттеліп алыңыздар. Бүгінгі керемет кешті арқарай астырайық. Алдарыңызда шайдан, тағамдан алытып отырсаңыздар, неке осы жердегі барлығымыздың елу жылдық түлектердің құрметіне әдемі ән шашуымыз бір шәугім шәй әрине сіздер үшін қабылдаңыздар. Ән тыңдап отырайық.
Ал дастархан басына жайғасып отырған ағайын, құрметті қонақтар. Ал енді арнатты құрметті 50 жылдық тілектер берген ағына құтылысының арнайы бүгінгі өнер тілегін ары қарай жалғастырамыз. Тілек қабылдайық. Құрметті кластастар, достар, бұзада енді келмеймін деген ойында жүріп бір минутта жіберейік. Мынау Алматыда баласы науқастанып қалып соған кетіп қалып, енді сол ақ білеген жіберіп жатыр, тыңдап жіберсеңіздер. Қайырлы кеш, ұлдар мен қыздар, той құтты болсын, той-тойға ұлассын. Жарты ғасырлық өмірдің есебін беретін бас қосу өте керемет өтіп жатыр екен. Қызығып отырмын, түнде түсіме кіріп бүгін үлгеремін деп ояндым. Арада 1000 шақырым жол барын ойлап, көз жасымды бір сығып алдым. Маған араларыңға жүру бұйырмаған екен. Алладан 25 жылдықта аман есен бас қосуымызды тілеп отырмын. Әрістің қайырын берсін. Аллам бәрі жақсы болсын. Алла дұғалық тілектерімді қабыл етсін. Сендер үшін қуаныштымын. Осы тойдың жақсы өтуіне атсалысып жүрген барлық жігіттер мен қыздарға мың алғыс. Алла отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық, ұзақ ғұмыр, бойларыңа қуат, абыройлы қарттық берсін. Ұрпақтарыңа рахаты мен қызығын бірге көріңдер. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Құрметпен Гүлзада Дәлекенова. Ал әдемі тілек. Енді осы Гүлзада апайымыздың тілегіне қосайық. Бүгін енді арнайлап сонау қасиетті Тараз қаласынан келген аса құрметті бір топ достар қауым ортаға шақырғанды жөн көріп отырмыз. Олай болса, грек-рим күресінің майталманы, биші, шақырған жердің гүлі, із басқан мырзаға арнайы қошемет болсаңдар тағайын. Бозбала болып, қанаттанып, ортадан ұшып, 50 жылдан соң ардақты ата болып оралған Әбдіғали мырзаға арнайы құрмет қошемет болса. Және қаһарман досымыздың отын сөндірмей, басқан ізін жоғалтпай, сәлемін жазбай беріп жүрген көркем сұлуға арнайы құрмет қошемет болса. Және де сабырлы да салмақты, ұяң, аса қадірменді Гүлзада ханым деп жатырмыз деген тақтағай. Ал қошеметтен ортаға келсеңіздер келіңіздер. Баршыларыңыз құтты болсын, құрметті Асқар келер, қатысып байланылар. Ал, әдемі тілек сіздерден болса. Рахмет. Саба аса қадірлі менің кластастарым. Бүгін күшті тамаша күн болып жатыр. Бүгін мен бір бақытты күндерінің бірі десем де болады. Кездесудің бір күшті бір ұйымдастырған шегіне несіне көріп отырғандай болдым. Мүмкін енді бұдан да мықты болар, бірақ ол кезде біз бұндай мықты болмай қалдық мүмкін. Осы бір ортаншы несі деп ойлаймын да солай. Мен бұдан кейін бүйтіп біз шашаңдап секіріп бере аламыз ба, бере алмай қаламыз ба, не қыламыз ба, келесі нелік деп жатыр. Ал енді осы среди 60 түйі ғой, қалысымыз осы қалыс босқанымыз жігіттер мен қыздар тағы да 60 сіздерге мен тілеймін. Аман болыңдар, сау болыңдар, дендерің сау болсын. Береке фестиваль дегенде ғой, қыздар, достар, бәрінде қараңдар, емдеріңдер, бір бөле қылыңдар, әйтеуір қазір бәрі бар, интернетте қарасаңдар, ем бар, не бар. Біздің бір-бірімізге керек, кеше де айтып жатырмын,
шаршамай оны айтуға. Өйткені сендер болсаңдар біз бармыз. Өміріміз созыла береді, ары қарай жалғаса береді. Ал сендер болмасаңдар біздің жаңа кеше мен айттым мұнша болғандай досымнан біреу алып біреу жүре алмайды. Екіншісі мен біреусі ауылда дейді. Сонда біреу жоқ деген сөз ғой. Біреу қалада, біреу далада деген. Сол сияқты далада қалмайық, аман болыңдар. Соны тілеймін мен сендерге. Ал мынау ұйымдастырған, Фатима бастаған қауым, Абдуәли бастаған айналайын. Үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Басын дейіп, рахметімді айтамын. Мынандай ұйымдастыру, мынау высший болады. Өте жақсы деп есептеп отыр, баға беріп отырмыз сондай. Бақытты болыңдар, бала-шағаның қызығын көпке дейдегі сау болсын. Сен басың шек болғаны онда бәрі жақсы деген сөз. Болды, сол. Міне, рахмет ал. Дендерің сау болсын, тойымыз тойға аласа берсін. Бұл бәріміздің бір араласымыз не бұл соңы болмасын. Бәрі алда, немере бар, шөбері, немереңді өскенше, шөбереңді өлгенше дей ма? Біз қазақпыз ғой, сөйтіп жүре береді ғой. Той бола берсін, жалғаса берсін. Сол үшін, рахмет. Өлем? Өлем айтып. Арда айтып. Қазы ма? Қос мұқасының суы Суғыз. Бастай берейін ме? Суғыз. Таң ертең мен бір жасқы суға келеді, ақ жетекте бір жас жігіт еріп келеді, тоқтаңыз сұлу суыз деген, танысқым келеді менің сізбен. Айттыңыз, кім болады, танысып көрмелеп бұрын қызбен. Менің атым неге керек, айтшы жас жігіт, көргенде қалдыңыз ба, мені шын сүйіп, тоқтаңыз сұлуыз суыз деген, танысқым келеді менің сізден. Айттыңыз, кім болады, танысып көрмелеп бұрын қызбен. Рахмет, Бізекеге көшірген ардақтардай. Бізеке мынау әдемі тарих конституция 50 жылдықтан сыйлық сізге арнайы өнеріңіз үшін ал. Әрі қарай тілек жалғастырайық. Мына Таразда енді Айнар мен Лиза маған тапсырып жүрген екі жігітті. Енді біз Тараз осындаймыз, біз қартаймаймыз. Біз әр уақытта көңілдіміз, тойдың неге. Кеше әнем болат дегеннен тойдың болғаннан болат сызық деді ғой. Қаншама Абдуғани мен Фатима кенжелері бастап, Нағималар бастаған кезде ойбай қалай болады екен, 3 күн бізге ұзақ емес па деп едік, жоқ. Тез алып жатқан сияқты. Ал енді не дейміз? Тілектерге енді мен сол кезде жасаған тілегімді оқып берейін. Ал құрдастар, жігіттер, қыздар, кешеден бері жақсы тілек айтылып жатыр ғой. Бәрі Алланың құлағына шалынсын. Ниетіміз бәрін Алла қабыл етсін. Құдайға шүкір, бәрімізде немере бар. Енді бір анау шөпке Алла жазсын, бәрімізді көруге нәсіп етсін бәрімізді. Осындай 50 жылдық, келесі жылы 60 жылдық деген сияқты бәріміз еліміз сау,
Төрт көзіміз түгел жете берейік, сондайға бір-бірімізге достар деп, жақсы лебізімізді, жылы лебізімізді бір-бірімізге білдіріп, отбасыларымызға аманшылық тілеп жүре берейік екен. Айтып жатырмыз ғой, жаңа күнде айтып жатыр, көркемде Абдуали мен Фатима айтып, осылардың арқасында баспа команданы Абдуали мен жүрген ниеттеріне рахмет, бәрімізді организовать етіп, бәрімізді жеңіп, Алла разы болсын сендерге. Шаңырақтарың биік болып, денелеріңе саулық болып, бала-шағаларың аман болсын әрқашанда. Қуаныш болсын, береке болсын шаңырақтарыңда. Бізден жаңағыда бүгін жаңағы таразда оқығандарым бүгін жиналып жатыр екен. Олар да суреттерін жіберіп жатыр бүгін. Міне, Құдайға шүкір. Бұл жақта 22 жиналыпты, 22 болған. Бәрі 22 жиналыпты. Міне бәріміз Құдайға шүкір. Бәріміз 40 барып шығармыз қазір. Міне осының бәрі не ғой, ұйымшылдық бәрі, ұйымшылдық. Анау деген бәрі бірден келіп бәріміз не. Сол, ана жақта жаңа айтып отырмыз, біреу Көкшетауға келіп шыққан анаусы семейде үйленіп кеткен, бір-бірін таба алмай жатыр жаңағы. Қызылдар ғой бәрі. Сол, бәрі жерде шіркен, кең қазалым, кең сәтбайым деген сияқты, кең достарым менің. Әрқашанда кеуілерге дейін, бәрі осындай қуанышта келсе, белдерін ашық болсын әрқашанда, ақ көңілдер деп, ақылай деп айтып қағылады. Аман болыңдар, жаман болмаңдар, әрқашанда осындай қуанышта кездесіп тұрайық. Амин. Айтқандарың алып, Алланың құлағына шалғысындар, есберін айтқан тілек қой. Екі енді ақ тілекті айтайын ақ жүректі достарға, ақ пейілді жарқын жүрек жандарға, таң атқаннан жаудырып жүрек жарды тілегін, қайырлы түн тілек білеп адал пейіл құрдасқа, бақытың бастан кетпесін, отының мәңгі сөнбесін, денсаулық боп бойыңда күш қуатың талмасын, өлкенің өсіп жайқалып құлпырсын әулет отбасың, шаңырағың шайқалмай мәңгі өспеш із қалсын. Ең бірінші осы тілек жазуды бастап кетіп едік, енді айбекіңізде басқа айта алмаппыз. Рахмет! Тарас! Болды. Аға, өнер бар ма? Өнер? Болды. Рахмет. Ағамызға қошемет болса бай, тамашаға. Мен бұл кетпей ертең айтып жүрмін. Жүргізіп болайын Al kızlar çekin. Yesin aman üzülmesin Leylim ışıra Canı taktım avlımda Gittin sorap Leylem Leylem Ali Leylem 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 Ali Leylem Jetimiz sejan dines Dep jürgen Leylem Yesin aman jürmesin Leylem ışırak Leylem Leylem Ali Leylem Artık üstüne ama. Artık üstüne. Ана, сіздің осындай бүгінгі достарға арнайы әдемі ән сыйлағаны үшін сізге арнайы сыйлық. Рахмет, аман болыңыз, ғұмырлы болыңыз, рахмет сізге.